Сәлем қыздар, бүгін медовый тортын жасайтын боламыз. Үй жағдайында барлығы илеп жаюды қажет етпейді. Бір істегеннен жұп-жұмсақ шығады. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге мед аласыздар. Оны 4 стол ложка салып, үстіне жарты чайный ложка содан салып, отта жақсылап қыздырып, көпіршейді. Көпіршігеннен кейін бір қара шыңғы цвет шығады. Мүмкіндігінше қара бола берсін. Сосын оны оттан түсіреміз. Түсіргеннен кейін үстіне ертілген сары майды салып, бір араластырып, кішкене суытамыз. Суыған қоспаға 2 штук жұмыртқаны салып, бір араластырып жіберіп, үстіне тағы да қалған 2 жұмыртқаны салып араластырасыздар. Ол араласып болғаннан кейін үстіне шекерді саласыздар. Шекерді де салғаннан кейін жақсылап араластыру керек. Сосын разлық қосасыздар. Разлық қосып болғаннан кейін араластырып, жаңағы көз мөлшерінде ұнды аз-аздан мөлшерлеп салып, араластырып, қайтадан ұнды салып, араластырасыздар. Ұнды бірден тез салып жібермеңіздер, қыздар, кішкене түйіршіктер пайда болып қалуы мүмкін. Осылай видеодан дайын болған тестаны осы пергаментке төсейсіздер. Пергаментке качествосына сенімдігіңіз болмаса, кішкене ұн сеуіп жеріңіз міндетті түрде 180 градуста пісіріп аласыздар. Міне дайын болған корждарға кальциямен кесіп аласыздар. Енді кремін дайындаймыз. Креміне бізге шекер, ұн, крахмал, жұмыртқа, сүт керек. Осы заварной крем негізі менде толық нұсқасы осы YouTube каналымда бар. Осы видеодағындай жасасаңыз да болады. Дайын болған заварной кремді осылай корждардың арасында жаға отырып, коржды жинайсыздар, үстіне жанына саласыздар. Кейін корждардың артылған осындай майдала үгітілген корждарды жартына сеуіп шықсаңыздар, міне осындай керемет үй жағдайында үлпілдек медовый торт дайын. Мен жарты сағаттан артық ұстамадым. Негізі 2 сағатқа қойып қойсаңыз да мүлдем тіпті керемет медовый болып шығады. Енді сіздер маған каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қыздар. Ас болсын.